Қайырлы күн, құрметті оқырман қауым. Биылғы жыл өздеріңіз білетіндей Ұлы Абайдың 175 жылдық мерейтойы республика көлемінде, жалпы түркі халықтар көлемінде аталып өткелі отыр. Осыған орай жалпы әр ұлттың өзінде кешегісін бүгінге байланыстырып, өткенін бүгінгі күннің ұрпақтардың өмірімен жалғастыратын, ұрпаққа ой салатын бірде-бір ірі тұлғалар болады. Сондай ірі тұлғаның бірі біздің Абай. Енді Абай өмірі туралы бүгінгі біздің әңгімеміз Абайдың өскен ортасы, Абайдың ұрпақтары туралы өрбімек. Өйткені Абай туралы көптеген материалдар бар. Оны көркем әдебиеттен де, деректерден де оқып жүрміз. Әйтсе де Абайды әлі зерттеп біттік деп айтуға біздің негізіміз жоқ. Сондықтан да бүгін сіздердің назарларыңызды осы әңгімеге шақыра отырып, бүгінгі қонақпен таныстырғалы отырмын. Бүгін біздің қонағымыз Күшім ауданының құрметті азаматы, ұзақ жылдар әдебиет пәнінен сабақ берген, Күшім ауданында методикалық бірлестіктің жетекшісі болған құрметті апайымыз, Абай шығармаларын өте жақсы білетін Қатиза Байбазарқызы Сарипова апайды бүгін қонаққа шақырып отырмыз. Енді әңгіме төңірегінде айтқанда, Абай төңірегінде Қатиза апай жалпы Абай туралы айтқанда, Абайдың өскен ортасына тоқталып, бүгінгі күні жаңа деректер, тәуелсіз еліміздің арқасында, тәуелсіздіктің арқасында Абай туралы тың деректер келіп жатыр. Осыған орай Абай туралы әңгіме бастамас бұрын оның өскен ортасы мен Құнанбайға тоқталып өтсеңіз. Бүгінгі күнгі Құнанбай қандай? Кешегі біз Құнанбайды басқадай жағынан біле алмаймыз. Бүгін тәуелсіздік, егемендік алғаннан кейін Құнанбайдың образы басқа қырынан ашылып жатыр. Құнанбайды қазір қоғам қайраткері, ел ағасы, аға сұлтан деп басқа жағынан, басқа қырынан көріп жатырмыз. Сол туралы жалпы Абайдың өскен ортасы, анау ата бабасы қандай болды, сол туралы айта кетсеңіз. Құрметті жерлестер, қасиетті Рамазан айының аяқталуына да аз уақыт қалды. Барларыңызге жерлестер, оразаларыңыз қабыл болып, кеше Алладан тілеген қадір түнгі армандарыңыздың орындалуына Алла нәсіп етсін демекпін. Қазақтың жазира даласында, құнарлы топырағында нендей ғұламалар, қаншама шайырлар дүниеге келіп дүниеден өтті. Қазақ даласының өзі осындай ғұламаларды өсірген. Биылғы жыл қазақ елі үшін өте қасиетті жыл. Себебі ғылымның екінші атасы атанған ұлы Әл-Фарабидің туғанына биыл 1150 жыл. Қазақтың тұңғыш географы, этнографы, саяхатшысы әр ғалымы Шоқан Уәлихановта 185-ке толып отыр. Ал Ахмет Байтұрсыновтың сөзімен айтқанда, қазақтың бас ақыны Исраил Сапарбайдың сөзімен айтқанда, қазақ поэзиясының пайғамбары Абай атамыз биыл 175 жасқа толып отыр. Абай тірі кезінің өзінде өзіне ескерткіш жазып кеткен адам. Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, өлмейтұғын артынан із қалдырған. Міне Абайдың өлмес шығармалары қазір біздің ұрпаққа жетіп отыр ма? Жас ұрпақ соны меңгеруде ме? Абайды оқып таңырқауда ма деген сұрақтар мазалайды. Себебі Абайдың терең тұңғиық философиялық ойлары, мөлдір бұлақтай сылдыр лирикалары, ішкі запыраннан шыққан керемет терең өлеңдері әрбір оқырманға жетуге тиіс. Әрбір қазақ мұны меңгеруі керек. Абай жерден шыққан жоқ, көктен түскен жоқ. Абай анау Шыңғыстаудың етегінде қарапайым қазақ ауылында дүниеге келген. Абайдың осындай биік дәрежеге жетуіне не әсер етті? Абайды неге төрткүл дүние тани білді? Осы сұрақтардың көлемінде біраз ойымды айтпақшымын. Мен ғалым емеспін, керемет оқымыс емеспін, бірақ 40 жыл еңбек еткенде, тіл мен әдебиеттен сабақ дәріс оқығанда, осы бір Абайдың құдіретіне бас иген адамдардың бірімін. Абай мысалы Әл-Фараби сияқты Бұхар, Шам, Каир, Александрия қалаларын аралаған жоқ. Жер көкте жүріп кітапханалардан білім нәрін алған жоқ. Абай анау Жидебайда ғана отырып,
көп ұзаса семейге барып иә. сол кітапханасындағы шығармаларымен сусындаған ақын. Енді абайдың осындай дәрежесіне қалай жетті десек, ең бірінші және өзіңіз сұрақ қойғандай абайдың шыққан тегіне қарайық. Қазақ айтады ғой, тегіне тартпағанның қарсысын дейді. Абайдың тегі осал тек емес. Абайдың әкесінің күшімен келген, анасының ақ сүтімен келген құдіреті оны осындай дәрежеге көтерді. Абайдың әкесі Құнанбай. Тайғанақ саясат кезінде, кім қуат қиғаш заман кезінде қаншама зиялылар, қаншама атақтылар тарихтан аты өшіп құмның астында қалды ғой. Сондай адамдардың бірі Құнанбай болған. Кезінде Құнанбайды шынжырбалақ шұбар төс деп жүрсек, бірақ бұл Құнанбай қарадан шыққан нағыз хан атанған, найзагер болған, қажы атанған, анау Меке Мединеге барып қазақ үшін үй салдыртқан пәтуа адам болған екен. Құнанбайдың өр мінезі басқа руларға қарағанда керемет болған. Қазақ жерін аралаған поляктың ғалымы Янушкевич өзінің күнделіктер мен хаттар деген шығармасында былай дейді: Алла тағала Құнанбайға кесек тұлға, керемет ақыл, терең сөз берген дейді. Ол дейк дала заңының және қазақ әдебиетінің тілінің шешені, оратор дейді. Ол сөйлеген кезде тек қана мақалдап сөйлейді. Ол сөйлеген кезде жас та кәрі де оның алдында міз қақпай тыңдайды. А басқа билер Құнанбайдың кебісін сүртуге де жарамайды. Ойлаңыздаршы, сондай кебісін сүртуге жарамайтын анандай тұлғаны бір кезде біз елемедік, ескермедік, зерттемедік. Идеология солай, кеңестік идеология. Қазір міне бұл мүлдем артта қалған дүние. Құнанбайдан кейінгі Абайдың атасы Өскенбай да өте сабырлы, үлкен әкесі өте сабырлы адам болған екен. Өмір бойы ел билеген. Халық арасында егер ісің әділ болса, Өскенбайға бар деген нақыл сөз күні бүгінге дейін сақталған. Ал Абайдың бабасы, Құнанбайдың атасы Ырғызбай нағыз ер адам болған. Атқа мінген найзагер, өзені торғай жақтағы Ырғыз өзенінде дүниеге келсе де, тобықты руын аман есен сақтап қалу үшін, ана өз тобықтыларды, ана 18 ғасырдың басында Шыңғыстың шалғын жеріне мөлдір бұлағының маңына кеп қондырып, өзінің руын аман алып қалған адам екен. Бірақ 43 жасында опат болып, ел есімінде батыр тұлғасымен қалған. Ал енді Ырғызбайдың әкесі Айдос өте жуас. Халық аузында тағы да шөгулі түйеге міне алмайтын жуас Айдос деген сөз алған. Бірақ оның бәйбішесі Айпара, немесе Ырғызбайдың шешесі, ер мінезді, айтқаннан қайтпайтын керемет батыл әйел болған екен. Сонда анасынан дарыған ердік Ырғызбайға Айпара деген өте тамаша. Ал енді оның арғы атасы Олжай, оның арғы атасы Кішік. Міне 7 атасын қарап отырсақ, Абайдың бір атасында кемшілік жоқ емес, бар шығар. Ел басқаруда қателікте болған шығар, бірақ қасиетті қан ұрықтан ұрыққа беріліп отырған. Сонда Әнет баба кіші болу, арғы жағынан тоғысқан ағасы бабасы болып келеді екен ғой Абайға. Сондай. Сондықтан енді Құнанбайды айтқан кезде Бейбіт Сапаралының Құнанбай қажы деген кітабында былай дейді: Өскенбай бір күні түс көреді. Түсінде киіз үйде төрде алтын сақымен ойнап отырған. Бәйбішесі Зерек айтқанда, Зере оны жәнегі түс жорушыларға көрсеткенде, айтқанда мынандай жолы болады: жоқта бір туасың, бұл халқына алтындай қымбат асылдың тұқымы болады. Сол алтындай қымбат болған адам Құнанбай екен.
Ал Құнанбайды Зере өзі айтады, еш уақытта мен дәрет алмай көкірегімді бермеуші едім дейді. Сонда Құнанбай жас кезінен тәні де таза, дені де таза, имандылыққа, әділетке, тазалыққа баулыған бала. Зере ол кемеңгер, тәрбиенің көзі болған. Кейін Абайдың Абай болуына да үлкен әсер еткен әкесімен қоса әжесі мен анасы болған. Құнанбай 16-17 жасынан бастап елбасы әкесімен бірге ел басқару ісіне араласқан. Құнанбайдың бір көзін кемістігі туралы бірнеше аңыздар бар. Енді бір жерде найзағайдың ұшы дегендей, енді бірде жоқ дойыл қамшының ұшы дегендей. Бір жерде шешектен кеткендей. Бірақ Құнанбайдың сұлу нұрлы жүзін, тамаша келбетін халық мойындаған, қатты сыйлаған, ақылдылығын. Құнанбай найзагерлікпен аты шыққан адам болған. Қажылыққа барады. Құнанбай жас кезінде Алладан 3 нәрсе сұрапты. Алла, маған бақ бер, дәулет бер, одан кейін тақ бер. Шөйле болды. Үшеуін армандағанда, егер осы үшеу арманым орындалып, кейін өзімде маңдайыма бақ қонып, қолыма дәулет болып, астыма тақ келгенде, бірде-біреуге, жетім жесірге, немесе кедей-кепшікке зияным тигсе, не үлкен жақсыларды сыйламай тіземді батырсам, адамзаттың екі аяқтылардың ішінде ең сорлысы болайын деп тілеген екен. Гиппократтың анты сияқты ғой. Міне сонда расында да Алла тағала оған бақ берді, дәулет берді. Бірнеше жыл аға сұлтандық дәрежеге дейін көтерілген тақ та берді. Бірақ осы тағы бір нәрсені сұрамадым деп Құнанбай өкінген дейді. Кейін айтады, және туыстарынан түңілген кезде айтады, мен дейді Алладан тағы бір өтініш айтпаған екен. Алла тағала, мен туған туысқандарыма арасынан ынтымақ бере қой. Туыстарым арасында наразылық болмасыншы деп тілеме бердім. Міне қазір соған қатты өкінеді. Кейін Абайды осыған өкінді ғой. Әсіресе туыстардың арасында Абайды трагедияға әкелді ғой. Міне Құнанбай Меккеге бар. Құнанбайдың тамаша образы Мұхтар Әуезовтің романында берілген ғой. Бірақ 1960 жылы Ғабит Мүсірепов оқырмандарына былай деген екен: сіздер Абай жолын оқығанда тереңдетіп оқыңыздар. Құнанбайдың іс-әрекетіне көбірек көңіл бөліңіздер. Расында да Абай жолы романын оқып отырып, Құнанбайды біз сол кездегі тілмен айтқанда шынжырмалақ шұбар төс десек те, қатыгез, бірақ Құнанбайдың тамаша қасиеттерін көре білеміз. Құнанбайдың Абаймен алғаш кездескендегі сөзі: балам, бойың өсіпті ғой, ойың өсті ме дейді. Немесе кішкентай ғана жұдырықтай 90-ға жақ болған шешесінің көзінше Айғыз бен Олжанға айғайлайды ғой, бөжімдегі Кәмшаттың жағдайын білген кезде. Сонда кішкентай ғана кемпір қоңғалақтап кеп, қысқарт, ақырма келіндеріме, батыр болса сырттағы жауларына батыр бол, тиіспе келіндеріме. Сондағы Сұлтан Құнанбай шешесіне бір ауыз сөз айта алмай бүгілжектеп, қайтейін ана дейді. Осы бір эпизодтан, осы бір детальдан ғана әйел адамының ананы құрметтеудің үлгісі бар сияқты. Жалпы өзіңізде білесіз, қазақтар бәйбішемен көбірек сырласқан, ақылдасқан. Құнанбайдың бәйбішесі Күңке, Құдайбердінің шешесі, Шәкәрімнің әжесі. Ол әйелін сыйлаған, бірақ ұзақ өмір сүргенде әйелдердің ішінде ең бір қатты құрметтегені Абайдың анасы Олжан. Кез келген мәселені сырласқан, ақылдасқан. Мысырға кетіп бара жатқанда, Меккеге кетіп бара жатқанда, шығарып салғанға Олжандалар. Абай жолы романда жазады ғой: жолдан шыға береді, Құнанбай ауыр денесімен Олжанға бұрылып, ал жолға кетіп барам Құдай жолына, көп жыл отасқанда сені ренжіткен жерім бар шығар,
сол үшін кешірім сұрайын, айтып қалдым. Аман келем бе, жаман Жаман келем келем бе бе? ой ғой. Сонда Ұлжан айтады, сіз алыс жолға кетіп бара жатқанда сізге наз айтып өкініш айтуым үлкен ұят қой. Менің бар Алладан тілейтінім сіздің аман есен барып келуіңіз. Адам ұлғайған сайын өмірдің жолы кеңейе беріп, қызғаншақтық та, көрсеғызарлық та далада қалады екен. Керемет сөздер, бар тілегім сіздің аман есен келуіңіз. Басқа да елдері бар. Құнандай күрт бұрылып келіп, Ұлжанды маңдайынан иіскеп, қатты құшақтады. Қандай тамаша көрініс, Тамаша. қандай әйелдік бағалау. Міне Құнанбай қандай. Сондай бағаға ие болған Абайдың анасы, басқа елдер емес. Абай. Ал енді осындай ортадан шыққан Абайдың не әсер етті? Тағы да мұның анасы Ұлжан мен әжесі Зере. Зере тәрбиенің көзі бола отырып, бүкіл немерелеріне анау тарихи жырларды, батырлар жырын өте тамаша айтатын әңгімеші болған. Бұлдыр күн бұрынғыдан кім өткен деп бастап. Бұлдыр күн бұрынғыдан кім өткен деп батырлар жырларын айтады екен. Сол немерелердің ішінде әсіресе Абайды жақсы көрген. Себебі Абай 7-8 жасында өлеңге құмарлығы сондай бұлдырлап бірдеңмен айтып жүреді екен. Сонда сол кезде Зеренің құлағы естіңкіремей шықтап отырады екен. Сонда бірде Абайға айтады, мен құлағымды шықтап берші дейді. Сонда Абай әжесінің құлағына келді. Өлең оқиды екен. Ұшады босша торғай көдені ықтап, басасың аяғыңды нықтап, кәрәжен естімейсің. Сонда да берейін құлағын мен шықтап дейді. Сонда Зере мәз болып, міне құлағымның ашылып қалған еді. Ал Ұлжан анасы, бұл барып тұрған бір дария ғой. Сабырлығы мен ақылдылығы мен бала тәрбиесі көп көңіл бөлген әйел. Міне осындай ортадан, осындай ата-бабадан дарыған Абайдың үлкен Абай болуының үлкен бір себеп осы. Нағашы дандарға деп айтады, сөзге шебер, әжуаға, мысалға керемет болған деп айтады. Сондайлар. Ұлжанның екі ағасы нағашысы айтады ғой, қайта жазылы, молдалардан да ұят болды, одан да өлең шілепті. Ондай сөздер бар. Өте құрш әжу айтар деген. Абайдың өзінде жас күннен сондай алғашқы өлеңдердің бәрі әжуа болған ғой. Әжуа болған. Біреуді кетіп әге кібекен түйе оған беріп болған деген. Деп жүрсе соның Көжекбайдың бала, Жамантайдың баласы Көжек деген, әркімге өсек айтып безек деген, біреуге жамандайды. Байқұстар ой болсашы сезек деген деп мазақ қылған. Сол Абайдың екінші құдіреті ол өзінің зеректігі. Алла берген талам, Алла берген зеректік, ұғымталдық. Оқуға, кітапқа деген құштарлығын, ауыз әдебиетіне, қазақтың бай әдебиетіне, шет ел орыс әдебиетіне деген құштарлығы. Ізденісі, күндіз түні кітап. Абай жолында Абайдың туған інісі Оспан керемет, тамаша азамат болған ғой. Сонда Оспанның мынандай сөзі бар екен. Жұма сайын бір қойды сойыл екен де Абайға қойы береді екен. Ана қағаз шайнап жатқан ағайымның жүрегі қарайып кеткен шығар. Мына бір майлы қойды апарып беріңдерші екен. Абайдың жеке басында мал ештеңеге ие болмағанда дүниені қумаған адам ғой Абай. Бәрін Оспан жүндеген. Абай сонда. Соғым Оспаннан, тамақ Оспаннан, керек жайлау, күзеу, қыстау мәселесі түгел Оспан шешіп отырған. Бала кезінде Оспан өте тентек болды деп айтады. Ойбай, Оспанның тентектігі сондай. Ана Абай жолы романын оқып отырып, бірде күлесің, бірде бірақ 39 жыл құмырға ішкен азаматқа қабырғанда қайсады. Міне Абайдың шыққан тегі, Абайдың Абай болуына үлкен әсер еткен жағдайлар осылар. Абай мына ел арасындағы әнші, жыршылар, ол кезде телевизор жоқ, кино жоқ қой. Солардың да Байкөкші ақын бар, солардың да Біржан, ана солар барлас ақындар. Сол Абай ауылынан шықпаған ғой, әсіресе Олжан,
оларды қонақ қылып. Олар енді бір келген кезде бір гастрольге қатысты келген сияқты әсер еткен ғой. Бірін-бірі шақырып, үй тігіп, малын сойып қонағасымен солар. Енді біз артистер бір-екі күн болса ол кезде айлап жатқан. Иә. Кешке жақын алтыбақан теуіп, кешке жақын неше түрлі хан талапай деген ойындарды ойнап, жастар бір-бірін басын қосып, сондай ақын жыршылардың әнін жырын естіген. Міне Абайдың осындай дәрежеге жетуіне меніңше осындай себептер болды деп ойлаймын. Әрине, өскен ортасының атқарар рөлі ерекше. Енді Абайдың балаларына, ұрпағына келіп тоқталсақ, жалпы Абайдың әйелдері туралы бастайықшы. Ұрпағы бұрын айтпас бұрын. Құнанбайдың 4 әйелі болған. Күңкі, Ұлжан, Айғыз және Нұрған. Күңкі атастыру арқылы. Ұлжан әмеңгерлік жолы. Ағасында айттырған. Айғыздың сұлулығына қызыққан. Ал Нұрғаным кәріліктің басы, жастықтың аяғы деп Нұрғанымға үйленген. Міне енді осылардың ұрпағына келейік. Абайдың, Құнанбайдың Күңкеден Құдайберді туған. Бірақ Құдайберді жас кезден аурушаң болып, әкесінің қасында көп болмайды да, 37 жасында опат болған. Оның есесінде Абайдың жанына Шәкәрім болған. Екінші әйел Ұлжаннан Тәңірберген, Тәкежан. Абай, Оспан туған. Үшінші әйел Айғыздан Халиолла және Ысқақ. Міне осы балалардың ішінде, Құнанбайдың балалардың ішінде Абайдан басқа ең озық тұрған осы Халиолла болған. Халиолла ерекше болған. Халиолла ерекше болған. Семейде орыс қазақ мектебін бітірген. Анау Москвадағы әскери оқыған. Көрдіңіз бе? Бірақ 21 жасында белгісіз себептермен опат болған дейді. Енді осы Нұрғанымнан бала болмады дейді. Бірақ соңғы деректерде Нұрғаным 2 бала көтерген. Біреуі жас кезінде шетінеп кетеді, сәби кезінде, екіншісі 3-4 жасында ойнап жүргенде ат теуіп өлтірген екен. Міне, енді Абай өзі айтады ғой, атадан 6, анадан 4, жалғыздық көрер жерім жоқ дейді. Міне Абайдың өзі де 16-ға келгенде әке атанады. Үлкен ұлы Ақылбай. Ақылбай туралы айтып берсеңіз. Ақылбай дүние келгенде Абай 16 жаста, ділде 18 екен. Әке болдым дегенде Абай болғаннан ауылынан кетіп қалған екен. Бірақ Ақылбайдың тәрбиесін Құнанбай мен Нұрғаным алған. Ақылбай өзі айтады, жас кезімен ерке өстім. Ішік бұлғын тон киіп, сән құрып, соңғы сәнқойлыққа кеттім дейді. Құнанбайдың мырза баласы деген атқа ие болдым дейді. Бірақ 20 жастан аса бере әкем келіп көзімнің қарашығы деген өлеңін оқыды дейді. Міне сонда мен әкемнің мен үшін қиналып жүргенін түсіндім. Алдымда ешқандай жоспарым жоқ. Бүгін бар, не ішем, не жейін десем де еркім. Ішкенім алдымда, ішпегенім артымдағы. Еркі болды. Осыған қиналған ешбір еңбек етпей жүрген мені көргенде әкем қиналды. Ой жоқ. Бәрі. Содан кейін әкеммен бірге еңбек етуге, кітапқа көңіл бөлдім дейді. Ақылбай өзі ақын жігіт болған, әнші болған, домбырада тамаша өлең айтқан, әкесінің өлеңдерін кейін ұрпаққа қалдырған перзентінің бірі болған. Ақылбайдың Дағыстан Зұлыс деген поэмалары қазір қазақ әдебиетінде алатын орны зор. Ақылбай кейін әкесі қайтыс болғанда 40-ын беріп Семейде жуынып келіп демалуға жатқан кезде мәңгілік ұйқыға кеткен. Бұл кезде Ақылбай бәрі жоғы 43 жас деді. Бірақ Ақылбайдың осындай өнімді өмірдің кетуі Абай трагедиясымен бірдей сияқты. Міне Абайдың өмірі өз айтпақшы, ішім толған умен өрт, сыртым дүрдей, мен кетермін өмірден түк бітірмей дейді. Абай қарны ашқан жоқ,
абай жоқшылық көрген жоқ, бірақ абай рухани жоқшылықты көрген, адами жетіспеушілікті көрген. Заманнан озық туған адам ғой. Халық түсінеді. Мен жалғыз алыстым, кінә қойма деп кеткен. Сол абайдың бастан өткен, әкесінен өткен трагедияны Ақылбайдан бірге бөліскен. Сондықтан 43 жасында өмірден әкесінен кейін өзі. Абайдың екінші үлкен үміт күткен ұлы бұл Әбдірахман. Әбіш. Жасқа жас, ақылға кәрі едім дейді. Аса білімді. Ел аузында мынандай бір не бар аңыз. Бірде Құнанбай мен Абай ылғи сөз таластырады екен. Бірақ Абай ылғи жеңіп кетсе, Құнанбай ылғи айтады екен: жеңген жоқсың, мен жеңдім деп. Бірде көп ру басшылар отырғанда тағы да өмір туралы екеуі әңгімелескен уақытта Абай дәлелдеп өмірдің жан-жақты мәселесін тамаша түсіндіріп береді. Сонда ру басшылар отырады да айтады: әй Құнеке, сіз енді осы жол жеңілдіңіз, осы жолы мына балаңыз сізді жеңді дегенде, сонда Құнанбай оттаусыңдар дейді. Мына Салперін қасқамаңдай тап мен сияқты өзен ақылы артып олды туғызсын. Абайдың өзен ақылы артып туған балам деп санаған баласы осы. Керемет баға берген. Жалпы балалардың ішінде Құнанбай осы Абайға ерекше үміт артқан. Енді мына сұрақтар келіп жатыр, солда мынандай сұрақ бар екен: 13 жастан бастап Абайды ел билеу ісіне араласу себебі неде деген сұрақ бар. Міне осы кезде Абай семейден қайтады ғой, білім жинап келеді. Сонда Құнанбай 13 жастан бастап Абайды жанына ертуінің бір себебі, сол кезде ол Абайдан асқан қиянаттылықты, жихадты байқай біледі. Бірде елбасы жиналып отырғанда Құнанбай отырады: қане жақсылар, айтыңдаршы, мен орныма кімді ойлайсыңдар дегенде, біреу айтады: енді Құдайберді ауру, Тәкежан қаталдау, әй осы сіздің орныңызға лайық Оспанды. Себебі ол 4 түлік мал десе жанын береді, сондай пысық еңбекқор. Сонда Құнанбай отырады деп еді: ал мына Салпердің жалпақ маңдайға қалай қарайсыңдар деген. Сонда отырғандар айтты: әй бұдан ештеме шықпас, себебі күндесіні қарайтыны кітап, қағаз, орыс жазуы дегенде Құнанбай айтты: не де болса осы ұлдан үміт күтіңдер. Бұл менің басымда не оңға қаратып төрге апарып, не солға барып көрге апарып. Қандай көргендік, расында да бүкіл қадір дүние жүзі Абай айтқанда міндетті түрде Құнанбайдың аты аталады. Құнанбай осы Абайдың асқан ақылдығын ерте кезден осылай байқаған. Сондықтан өзінің оң қолы болатынында, өз сияқты кемелді болатындығына сенген ол бала жастан Абайды қасына ертіп, ел басқару ісіне үйреткен. Расында да Абай 20 жылдай ел басқару ісінде болған. 6 рет болыс сайланып, 1 рет төбе биде сайланған адам болған. Ел ішіндегі талай дауды әділетті түрде шешкен. Оған әсіресе Өскенбай атасының бір жағынан аруағы да қолдап, екінші жағынан әкесі Құнанбайдың да тура жолы да көрсетіп отырған. Міне Құнанбай Абайды осы қасиеттер арқылы өзіне ойлауға, ел басқаруға, елдің, халықтың қамын ойлауға. Міне сол сияқты, егер Құнанбай Абайды керемет дәріптесе, өте көп үміт еткен болмағы Әбдірахман. Әбдірахман қайтыс болғанда Абайдың күйзелісі бүкіл Шыңғыс тауының күңіренуі дейді. Мынандай 27 жасында енді өсіп келе жатқанда үзілуі Абайды қатты қапаландырды. Арада 1 жылдан кейін трагедия болды, көп трагедия Абай. Одан кейін көп 1 жылдан кейін осы Абайдың трагедиясы дейміз ғой. Біреулер сұрақ қояды: Абай трагедиясы дейді. Меніңше Абай трагедиясы бірінші оның жеке басындағы жағы.
алғашқы махаббаты Тоғжанға қосылған. Сол Тоғжанға неге қосылды, сол айтып беріңізші. Не себеп болды? Анандай Құнанбайдай Аға Сұлтанның баласы, өзің айтпақшы, барлығы бар, ақша бар, қаражат бар, жағдай бар, байдың баласы, білім бар. Бірақ Тоғжанға қалай қол жеткізе Өзіңіз қалды? білесіз, қазақ 7 атадан биеге қазық алыспайды. Ал ана Бөжек Кеңгірбайдың ұрпағы. Кеңгірбай ана Айдостың ағайыны. Сондықтан арғы аталары жетпейді. Жетпейді. 3-4 қана ата аралағандықтан Бөжейдің қызын алуға рұқсат етпеді. Ол бір. Екінші, қанша өткенмен басқа рулар Құнанбайды қатты сескенсе, Бөжей өзінің терезесін тең ұстап Құнанбайға қарсы келе берген. Бұл да Құнанбайдың көңіліне кілтипан орнатқан. Сондықтан осындай үлкен екі себеппен. Үшінші себеп айтып қойғандағы тағы бар. Тоғжанның өзінің атастырып қойған жері бар. Ол кезде атастырылғанды бұзу деген. Ол ел мен елдің ұрысы. Ол кезде жер дауы мен жесір дауы ең үлкен даулар болды. Біреудің жерін алып қой, немесе жесір тіпті өлген. Өліп жесір қалған қазақтар ешкімде бермеген. 7.000 жатпаған, жесірін жатпаған 7.000 жесірін далаға жібермеген. Шіркін сондай, қазір сондай бірлік, сондай жағдай болса, Құдай өзі кешірер, елімізде үлкен қыздар мен үлкен азамат жігіттер болмас еді. Бәрі бір үйдің отбасы, ойдағы жас, кәрі қыздар мен сақа жігіттер болмас еді дейсіз ғой. Енді оны үйтіп айтқаннан бір үлкен деп отырмын ғой енді. Жұмсады. Үйленбей қалған. Әйтпесе қазақтың саны қазір 18 миллион емес. Ана Өзбек сияқты 50 миллионға тақып баса. Немене? Мұрнымыз балташа бар мейді. Балташа қойды, рас айтасыз. Сөзіңіздің жаны бар. Жалпы мына Абай жолын оқып отырғанда өзі кереғар пікірлер өте көп. Жаңа өзіңіз айтқандай бүгін Құнанбайдың образын біраз ашқандай болдық. Шын мәнінде Құнанбайдың халық қамын ойлайтын, ел басқарған, қазақтың қамын ойлайтын азамат екендігін, қоғам қайраткері болғандығын, әлгі идеологияға байланысты Мұхтар Әуезовтің суреттеген бір қатыгез, оңбаған, елдің малын тартып алатын барымтамен айналысқан Құнанбайдан көріп көп бір азаматтық тұлғасын, кісілік келбетін көріп отырмыз да сіздің әңгімеңізден. Жалпы соңғы жылдары Құнанбай туралы көптеген тың деректер шығарып жатыр, көңіл сүйсінерлік. Құнанбай атында көше пайда бола бастады. Ойлаймын, түбі Құнанбайға бір үлкен ескерткішті ашылатын шығар осы. Абайдың осы мерейтойында Құнанбай болмаса Абай қайда келеді деген сияқты бір жақсы осы тәуелсіздік алғалы, егемендік алғалы тың дүниелер пайда болып келе жатыр. Енді оқырмандардың көңілінде тағы да бір мазалайтын нәрсе осы Абай өз өлеңдерін неге өз аттан шығармай Көкбайдың аттан шығарған, сол айтып беріңізші. Жарайды, сіздің бір сөзіңізді қосымша айтып жіберейінші Құнанбай туралы. Құнанбайды айтып отырсыз ғой сіз жамандады деп. 1929 жылы Мұхтар Әуезовтің Абайдың өмірбаяны туралы монографиялық еңбек шыққан. Сонда Құнанбайдың өзі, Мұхтардың өзі Құнанбайды Сүбедей батырға теңеген. Сүбедей білесіз, Шыңғыс ханның 4 батырының бірі. Кейін 60-шы жылдары ұлы Мұрат ертіп Мұхтар Әуезов Абай елін аралаған кезде Абай халқы сұрақ қойған ғой. Қадірлі Мұхтар, неге тәтемізді жамандағасыз дегенде? Иә. Абай ел сұрақ қойған. Абай ел сұрақ қойған. Тәте депті Құнанбай. Ал енді неге жамандадыңыз дегенде қайта жазу ойым бар дейді. Бірақ ажал оған жеткізбеді. Ал енді және келді өзіңіздің сұрағыңызға келеді. Көкбайға. Көкбайдың атынан неге өлеңдерін жариялады? Абай 40 жасқа келгенше өз өлеңдерінің атын Көкбайдың өлеңдерінің атын. Себебі Абай өлеңге керемет баға берген, керемет жоғары бағалаған, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Ол ана батпырау өлеңді, мағынасы сөздері бар қиссаларды ұнатпаған. Абай ана тіпті бұхар, дулаттарды да сынаған. Өлеңі бірі жамау, бірі Шортанбай бұхар менен дулат жырау,
сөздерінің бір құрау, бір жамау, әттең дүние танитын, сөз танитын біреу болса, кемшілігі әр жерде көрініп тұрады. Міне сондай шайырлардың өлеңдерінен кемшілік тапқан Абай өз өлеңдеріне қойған талғамы жоғары болған. өте биік болған. 1886 жылы және жайлауға көшкендегі жайлаудың тамаша шыңғысын, табиғатын көріп, бір топ адамдар өлең жазады. Сондағы жаңғыз табиғат көрінісі жасыл желек емес, желкен емес, сылдырап аққан бұлақ емес, анау қылтиып бастары ғана көрініп тұрған бейшеше, төрт түлік мал, сылқылдап киіз үй тігіп жүрген қыз келіншектер, асылы жатқан қазандар, бұрқырап түтін шығып жатқан самауырды көргенде Абай жазғы шілде болғанда осы бәрі мұнда егер атақты суретші болса, бұл жерден үлкен бір қазақ өмірінің жайлаудағы өмірінің панорамасын жасауға болады. Абай сонда өз өлеңінен өзі риза болды. Көкбай, өлеңімді айтады, бірақ мен сені құр жібермейін деп, соңына мал беріп, өз өлеңін өзі қайдар болған екен дейді. Абайдың көрдіңді. Өлең қандай болу керек дейді, ән қандай болу керек, құлақтан кіріп, бойланады. 62 тамырында жібітетін ән болу керек дейді. Және де алғашқы жас кезінде, бала кезінде Абай өлең жазып жүргенде ол кезде қазақ баласында мына өлеңнің құны болмаған тұғын. Өлең мен әнді қазақты қадірлемегендігін, оның бәрі шайтанның ісі деп, өлістің ісі деп баға берген. Міне сол әсер етпен сияқты дейді Абайдың өлеңді шығарып, басқаның атынан жариялап. Мүмкін соғанда ол Абай мүмкін осы туралы өзінің көзқарасын олай емес, өлеңнің құдіретін бұлайша білдірем деп көп уақыт мысалы өзін өзі тосқауыл қойған шығар. Одан кейін бар тамаша өлеңдер туындайды. Ал енді өзіңіз білесіз, 40 пен 50-дің арасында Абай барлық шығармаларын жазып тастады десек артық емес. Анау лирика 62 тамырды оятатын махаббат лирикасы, сылдырап аққан бұлақ пен көлді тамаша табиғат ал енді терең ойға батыратын философиялық өлеңдер, өзінің ішкі дүниесін беретін өзінің саяси лирикалар қанша. Күні бүгін өзінің құнын жоймаған өлеңдер бар. Мына жемқорлық, мына бүгінгі заманда біздің қоғамды дендеп тұрған билік басындағылардың кемшіліктері Абайдың осы бір ғасыр бұрын өлеңдері 2 ғасыр бұрын болып кетті ғой. Қараңызшы, мына өлеңді айтады ғой, күштілерім сөз айтса, бәсейемін шыңдап, әлсіздерім сөз айтса, тыңдамайым қырындап. Бар ғой қазір. Абай біздің өмір. Қараңыз. Бас-басына би болған кім сыйқым, мінеки кетілген жоқ па елдің сыйқы? Бар ма? Бар дейсіз. Керемет, сондықтан да Абайды оқы таңырқа деген керемет сөз ғой. Күні бүгін міне бір 175 жыл өтсе біз Абайды оқып таңырқап, міне сізбен біз бүгін соны әңгімемізге арқау болып отырмыз. Бұл тіпті бір сағатта берілген уақытта бітпейтін әңгіме Абай туралы айтсаңыз. Бұл терең дүние. Жалпы мына Абай дегенде біз әрине Абай жолын білеміз, Абай жолы арқылы танимыз, Абайдың өмірімен сол арқылы танысамыз, бірақ мына идеологияның әсерінен көп нәрсе бұрмаланып кеткен дейді ғой. Абайдың әйелдерінің ішінде ең мықтысы Құнанбайдың әйелдерінің ішінде Ұлжан болса, Абайдың әйелдерінің ішінде Абай жолында айтады әйгерім деп. Бірақ шын мәнінде Ділдә туралы бір сөз айтып беріңізші. Ділдә Абайдың 2 жас үлкен болған. Алшынбайдың немересі. Шыққан тегі мықты. Абаймен терезесі тең. Егер ол сондай жаман әйел болса, анандай асықтай ұлды дүниеге әкеле ме? Бір тапқан әйелді жарым десе болады. 2 тапқан әйелді жаным десе болады. 3 жыл тапқан әйелді ханым десе болады. Ділдә қандай нағыз ханым, қандай тамаша ұлдарды тауып берді. Ұлдарының өзі. Тәрбие де берді. Ділдәнің аналық махаббаты керемет. Анау Әбдірахманның өлімі кезінде, Мағауияны зарланған кезінде Абай қатты түсінеді.
Ділдәнің қолы екен. Кейін Ділдә абайдан кейін 15 жыл өмір сүрген. 81 жасында қайтыс болған. Абайдың үшінші әйелі Еркежанның қолында Әйгерім үшеуі бірге болған. Сонда бірінші Әйгерім қайтыс болады 65 жасында. Оны жерлеген, ұйымдастырған Ділдә болған. А Ділдә қайтыс болғанда оны жоқтап жерлеген. Еркежан болды. Ал абай өлгеннен кейін 15 жыл тобықтыға ие болған Ділдә болған. Сондықтан ана кітапта айтады ғой, қарғап жатыр, тілдеп жатыр. Іші тар, тілді ұрысқақ деп береді. Бірақ осы жерді мен ойлаймын. Мысалы ойлаңыз екен, сіз де әйел бәріңіз әйел. Енді жігіттеріміздің екінші әйеліне көңіл алып жатса, келмей қойса дейміз. Келмей қойса, анда-санда бір көрініп, келетін күндерінен жаңылса, ол кезде мына әйелдердің күндері болған, білесіз. Мысалы, 4 әйел болса 4 күн барады, о күннің басқа әйелге баруға құқы жоқ. Міне соны сондықтан Ділдәнің абайды қызғануы заңды орынды. Жалпы мына Абай жолы романындағы Әйгерім бейнесін керемет көрсеткенде мен бір жерде оқып едім. Ана осы 40 жылдар осы Абай жолы романын талдалып жатқанда Әлжапар Әбішев айтыпты Мұхтар Әуезовке. Егер сен мына кітабың нағыз социалистік реализм болып бағытында шыққан кітап болғың келсе, сен Әйгерімді мақта. Әйгерімді сондай дәрежеге көтерді, Ділдәні байдың қызы ретінде төмендетті деп. Ол да ақыл екен деп айтты дейді сонда Мұхтар Әуезов. Сол сөзді құлағына асып, Әйгерімді көтеріп, Ділдәні төмендеткен дегенді бір деректерден оқып өтті. Себебі ол сол кездегі замана. Идеология солай болды. Идеология талабы сол болды. Ал Әйгерім расында да Ділдәдан дәрежесі төмен болды. Әйел оның шыққан тегі ғана емес. 1992 жылы Абай Еркежанға үйленді. Білесіз, Оспанның жүзі. Осыған ренжіген Әйгерім, бұл тарихи деректер. Бұл деректі маған кездесуде Төкен Ибраимов деген мына бөліде музей директоры болған жақсы соғысы естелік атқандар болған. Сонда Әйгерім өкпелеп, Абаймен бірге тұрмай, Абай Еркежанның қолында қалады да Әйгерім басқа ауылға кетеді. Міне сол жерде Әйгерім бір ағаттық іс істеген. 1900 жылдары, 2 жылы Абай ауыру дегенде естейді да, сырқаттанып қалды дегенде естейді да, Әйгерім келмекші болады. Шүкіман ғой. Сол кезде Әйгерімде бір қызы бар екен. Кенже. Әзірше кенже емес ол. Жай кенже, аяқ астынан табылған қыз. Алла берген дейді, Құдай берді дейді қазақтар. Міне сонда Абайдың алдында беті күйген Әйгерім өте ақылды адам болған. Өте ақылды, өте өңді әйелдің бірі болған. Сонда Әйгерім Абайдың көңілін сұрап бару үшін кішкентай қызды ертоқымның алдына салып алады да. Баланың аты жоқ? Аты жоқ. Ауылға тақай бергенде өзі аттан түсіп сыртта қалады да, кішкентай 2 жастағы жүріп жүрген қызды үйге кіргізіп жібереді. Абайға кіргізіп жібереді. Абай жалпы балаларды өте жақсы көрген. Жас кезінде балаға өте салқында болған Абай өмірінің соңында баланы керемет жақсы көрді. Сонда кішкентай қыз қаңғалақтап Абайдың жанына келеді. Сонда Абай бірден отырады. Біліп отыр ғой Абай кім екенін. Әйгерім, бүйтпесе сен Әйгерім боласың ба? Шақыршы дейді. Сонда Әйгерім шақыртып, атын сұрайды. Аты кім дейді. Сонда Әйгерім айтады, Абай, бұл баланың аты да жоқ, заты да жоқ. Егер ренжімесең, осы балама өзің ат қой. Дегенде Абай жан-жағына қарап отыр. Жарайды, бұдан былай енді бала тумассың, атын Кенже қой дейді. Сол Кенже кейін 30 жылдары Семейде аштықтан қайтыс болған. Бірақ әке шешесінің де, Ділдәнің де көмекшісі болып, жақсы әйел болған адам. Әйгерім тұрады. Бір шындық тағы да бір тіңдеректі құлағымыз естіп қалды дағы да. Енді мына көпшілік адамдар сұрақ қоятын Абайдың ұрпақтары саяси қуғын-сүргінге көп ұшырады. Көрмегендер жоқ олар. Бытырап кетті, бүкіл Өзбекстанға, Қырғызстанға бәр жаққа кетіп қалды дейді.
бірақ солардың ішінде ұлы отан соғысына қатысқан ұрпағы бар ма деген сұрақ туады. Абайдың жасында дұрыс айтасыз, ұрпақтары талан-таражға түсті ғой. Тұрағұлдың өзі Шымкентте аштықтан өлді 1934 жылы. Исқайым мен Микаил да Семей түрмелеріне жабылып аштықтан қамалып болды. Тек қана байдың тұқымы болған үшін жуан топтың адам деп. Ал ұлы отан соғысына Абайдың бұл жаңа деректерде 10-ға жоқ немере шөберелері қатысқан екен. Оның ішінде Ақылбайдың немерелері, Мағауияның шөбересі және Тұрағұлдың немерелері. Міне 10 ұрпақ соғысқа қатысады. Бірақ 2 адам соғыстан аман-есен қайтады. Оның бірі Алпаш, не кім? Жебірейілұлы, немесе Мағауияның Тұрағұлдың немересі. Одан кейінгі Исшағының естелігі өте аянышты. Әсіресе ашаршылық жылдарындағы торғайдай тозып, бордай, сабындай еріп кеткен ұрпақтың тағдырын басып өткізеді. Ең ұзақ жасаған да осы Исшағы. Осы Исшағы. Ең үлкен, ал Исшағы 92 жасқа келіп 1914 жылы қайтыс болған. Ал одан кейінгі ұзақ өмір сүргені Мәкен Мағауия қызы. Мәкен Тұрағұл қызы. О да 88 жасында қайтыс болған. Одан кейін Уәзипа біраз өмір сүрген. Күлсіпәсі болды. Зайсан қаласында өмір сүрді. Сол жақта дүниеден озды. Ал енді еркек кіндік жағынан Абайдың ұрпақтары туралы әлі дүдамал. Мысалы, Айбар Бағлұрұлының ұрпақтары бар деп айтады, бірақ ол әлі зерттеуді қажет етеді. Мына Абайдың ұлы отан соғысына қатысқан 10 ұрпағы туралы шөберелері бар, көп шөбере болып келеді ғой, немерелері бар. Солардың қалай қатысқан туралы орталық Абай мұражайында жақсы деректер бар екен. Жуықта мына Ертіс өңір газетінде сол мұражайдың қызметкері Нұрсұлу Садақбек қызының жазған бір деректерін оқыдым. Сонда суреттері мен Абайдың ұрпақтары қай жылы қайтыс болды, қандай соғысқа қатысты, өте жақсы мәлімет сол 10 кісі туралы берілген екен. Рас айтасыз, соның ішінде ең ұзақ жасаған ұрпағы сол 10 баланың ішінде Исшағы екен. Исшағының бір кереметтігі сол кезде 40-шы жылдары қазақ арасынан шыққан тұңғыш деп айтуға болады. Мына авиацияда самолет дайындайтын полктар қызмет етіпті. Анау соғыстан кейін Алтай, Харбин, Қытай, Япония жеріне барып, екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғанша сонда авиацияда қызмет еткен. Сонда негізгі мамандығымыз дейді, ұшатын, бомбалайтын, жауынгерлік ашатын самолеттер дайындаймыз дейді. Сонымен қоса, ол кісі атқыштар курсын оқып, шебер атқыш деген атақ алыпты. Одан кейін аман-есен келіп, ұзақ жылдар Алматыда қызмет еткен көрінеді. 34 жыл соғыстан қайтқанда ең бірінші түскен үйім дейді, Алматыға келгенде Мұхтар Әуезовтің үйіне түстім дейді. Мұхтар керемет қамқорлық жасады. Абайдың ұрпағы деп жылына 1 рет, 2 рет шақырып бізге тамақ беретұғын, қонаққа шақыратұғын. Енді ол жөні бар. Себебі Мұхтардың өмір бойы ғашық болған адамға Мағауияның осы Камила ғой. Анау Райханды тастап Шоқан мен Мұғалима деген ауылдағы қызы бар. Сол кімді әйелін тастап Семейге келгенде Камилямен кездеседі ғой. Сонда Камиля гимназияда оқиды. Мағауияның қызы керемет сұлу. Соған ғашық болады да Мұхтар кейін Камиляны неге де апарған ғой, Семей Петербургқа дейін. Сонда жәнегі балдарға қатысып, орыстың мазуркасын билеп, Мұхтардың басына қалқырмай, орыстың офицерлері алып кетеді, биге шақырып алып кетеді екен Камиляны. Сондай керемет өңді болған дейді Камиля дейді. Ал Камиля соның кейін сондай тәкаппарлы болған. Енді байдың қызы. Кейін Мұхтардың балалы болғанда омырауын бермей қойған ғой, денеден бұзылады. Бірақ 1932 жылы аштықтан ол өзін-өзі жасады ғой. Мұхтар Әуезовпен ол өз алдына бір жеке тақырып болар деп ойлаймын. Күзгі қалса Мұхтар Әуезовтың туғанына орай бір тағы да кездесерміз сізбен. Сонда мына Мұхтар Әуезов айтады ғой, Валентина Николаевнамен жақсы болған естігеннен кейін елегесіп, Мұхтарды маған өзі алып қояды ғой. Тәкаппарлығы соншалық оның. Мұхтарды кешірмей қояды. Мұхтарды кешірмей баланы емізбей қояды. Содан тамақ ішпей қояды. Міне көрдіңіз бе? Ауырған. Жалпы бұл Ленинградтың дымқылау астынан пайда болды деп айтады, енді ауа райы жақпады деп. Дегенмен де қазір айтқанда депрессияға кетіп қалды. Депрессияға кетіп қалды. Андай
Мағауия Абайдың немересін осылай кішкене Мұхтар, Қаражаяу, Әуезовтің немересі. Сол кезде енді кейін заңға жазушы болады деп көрсетті. Кейін әлгі Валентинада алғашқы, Валентинамен екеуі кездесіп жүргенде Валентинаның ағасы профессор менсінбейді ғой. Мына Маврды қайдан әкелгенсіңдер. Сонда Мұхтар айтады ғой, әлі Маврдың аяғын жалайтын боласыңдар деп шеуілетті. Артынан бола ма жазушы дәрежесі? Жалпы мына Мұхтар Әуезовтің туралы Данабеке Байқадағанға соның фискасы болған ғой, соның естелігін оқыдым. Сонда Данабеке айтқан сыры бар. Менің өмірде ең жақсы көрген ғашық болған адамым ол Кәмилә Мағауия қызы. Мына Валентина оның қасында түк емес дейді ғой. Бірақ енді Валентинаны да Данабеке өте жақсы айтады, өйткені ол өте сондай күтетін, жағдайын жасайтын, ол кезде дүниенің аз кезінде неше түрлі киімдерін, көйлектерін бәрін өзі тігіп беретін дейді. Одан кейін Мұғалима Әуезовтің сол әкемді іздеп барамын деген кітабын оқыдым. Сонда кімнің қолында болған? Мұхтардың қолында. Мұхтардың қолында Ләйла екеуі қатар өсіп. Енді ол Мұхтар Әуезов жалпы Абайды үлкен тақырып, ол туралы тағы да бір әңгіме қозғаймыз. Дегенмен де бүгін уақытымыз таяп келе жатыр. Сондықтан сізге мынандай бір тамаша әңгіме айтып, оқырмандардың құлағын ашып, мынандай тың деректермен бөліскеніңіз үшін сізге көптен көп рахмет айтқым келеді. Жалпы кітапхана ұжымы атынан, біздің қалың оқырмандар атынан, осы мен соңғы 1-2 айдың ішінде мына карантинге байланысты осы онлайн кездесуді біз қолға алып жатырмыз. Жалпы бұл онлайн кездесудің де берері бар халыққа. Өйткені көзқарақты оқырман құлақ түріп отырады. Енді қашан шығасыңдар деп отырады, сондықтан да бір бүгін тамаша әңгіме болды деп ойлаймын. Егер қамтылмай қалған сұрақтар болса, тағы да біз оқырмандармен жүздесіп сұрақтарына жауап береміз деп ойлаймын. Сізге енді мынандай тамаша біліміңіз үшін, Абай танушылығыңыз үшін сізге көптен көп рахмет. Сізге тек қана денсаулық тілейміз. Жалпы сізден зейнетке шыққалы бері біздің кітапхананың волонтері болып жұмыс істеп жүрсіз. Осындай волонтерларымыз көбейе берсін. Әмин. Деніңіз сау, амандық болып, ел жұртымыз аман болсын. Осы Абай тойы, халық тойы аман есен өтсін. Енді біздің осы карантин жазда болмай-ақ, осы ұлы Абайдың 75 жылдығын оқып, Абайды оқып, таңырқап, әлде Абай деп өркениетке, жақсылыққа бізге жол сілейтін темір қазығымыз бола берсін. Жақсылықта осындай кездесуге шақырғандарың үшін өздеріңе де көп рахмет. Кітапханашыларды білем, бұл халықтың бет ұстаған беделі, әрі ақылшысы, әрі ақылғойлары. Осы мінездеріңізбен өмірлеріңде шаттық пен бақыт тілей отырып, әр жанұяға Алланың нұры жаусын. Еңбектерің жемісті болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныштықта кездесуге Алла нәсіп етсін. Рахмет сізге.